Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеу Құлайзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік, өте дәмді сүзбеден дайындалатын творожный шарикеттің рецептісімен бөлісемін. Дайындалу жолы өте жеңіл, әрі қажетті қоспалардың барлығы қолжетімді. Сіздерде бір дайындағаннан ақ өте керемет болып шығатынына сенімдімін. Бізге қажетті барлық ингредиенттер мөлшерімен видео астындағы сипаттамада жазылған. Ең алдымен сүзбеге менде дүкеннің сүзбесі, 3 жұмыртқа, шым-шым тұз, қант және ванилин қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін ол қоспаға бір ас қасық жарма ұнтағы және ұн мен қопсытқышты електен өткізіп, біртіндеп қосып отырып, қамыр дайындаймыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығуы тиіс. Енді үстел үстіне ұн сеуіп, қамыр қолға жабыспас үшін қолымызға сәл сұйық май жағып алып, шариктер дайындаймыз. Шариктерді кейін ұнға дөңгелетіп, барлығын алдын ала дайындап аламыз. Олардың көлемін қалауларыңыз бойынша таңдасаңыздар болады, бірақ піскен уақытта көлемі ұлғаятынын ескеріңіздер. Менде орташа көлемді 20 дана шариктер шықты. Сотейникке сұйық май құйып, толықтай қыздырып алып, орташа отта қызартып пісіреміз. Іші толықтай пісу үшін міндетті түрде орташа отта пісіру қажет. Піскен уақытта осылай көлемі 2 есе ұлғаяды. Біздің дайын болған творожный шариктерімізге қант ұнтағын сеуіп, немесе қойытылған сүтпен ұсынсаңыздар болады. Олар өте дәмді, ерекше нәзік, әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Дәл осы творожный шариктер өте тез арада дайындалатындықтан, оларды таңғы асқа да әзірлесеңіздер болады. Сіздерге бұл рецепт ұнады деген үміттемін, және де міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Алдағы уақытта менің каналымда шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеу Құлайзат. Баршаңызға сәттілік.